Ал жақында Алтынбек туралы айтайын. Аха. Алтынбек деген жас алашта қанша теңгеге өзін аударып алды. Білесіз бе? Білмеймін, айтыңызшы. 200 мың теңге. Иә. Неге өзін аударып алды деп ойлайсыз? Енді ол да Әкежан секілді ол да тірлікке кіріскен ғой. Ол талай нәрсе өзі жасап. Сонысын Алтынбекті мен қатты сынайтыным, ұры жүйенің идеологы болған Алтынбек. Осы ұры жүйені қалыптасып. Сонысын Заманбек. Ол өзі деген өзінің өлер алдында жазған бір жазуы бар ғой. Сонда халықтан кешірім сұраған. Мен бар. Иә, міне сол үшін мұның ішінде деген Алтынбек белшесінен батып отыр. Бір интервьюімде мен айтқаным бар. Егер де Құдай нетіп енді бір қайтадан осы дүниеге тіріліп Алтынбек келсе, менен кешірім сұраудан бастайды деп. Оны деген енді арғыртай қопармай-ақ қояйық. Олар деген Назарбаевқа шығып, бір демократия орнатайын деген, ойбай. Оларды барып, ерге отырып, ақша жасауға ұмтылды ғой. ДВК, жас түріктер дейді. Оның бәрі далбаса сөздер.